Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып киберқауіпсіздік, яғни cyber security. Жалпы бізде сабақтың жоспары ол киберқауіпсіздік, ол не үшін қажет, кибер ұрлық түрлері, қалай қорғанамыз, кибер этикет және статистика болып табылады. Жалпы бізде кибер этикет деген ол интернет кеңістігінде қарым-қатынас кезінде сыпайылық пен мәдениеттілік таныту өте маңызды. Басқалардың пікірін құрметтеп, арандатушылық, қорлау немесе мазақтау сияқты әрекеттерден аулақ болуымыз керек. Әлеуметтік желілер мен форумдарда этиканы сақтау барлық қолданушыға ортақ міндет. Троллинг пен кибербуллинг адамдардың психологиялық жағдайына зиян тигізуі мүмкін. Онлайн ортада да адамгершілік қағидаларын ұстанғанымыз абзал. Жалпы бізде киберқауіпсіздік деген не? Киберқауіпсіздік бұл интернетте жеке мәліметтерді, құрылғыларды және жүйелерді қорғау. Ол хакерлік шабуылдардан, вирустардан және алаяқтардан сақтайды. Мақсаты оны ақпаратты қауіпсіздік сақтау және желіде қауіпсіз жұмыс істеу болып табылады. Жалпы бізде киберқауіпсіздік не үшін қажет? Киберқауіпсіздік бұл ақпараттық жүйелер мен дербес мәліметтерді кибершабуылдардан қорғау. Ол вирустардан, хакерлерден, фишингтен және мәліметтерді ұрлаудан қорғайды. Қазіргі кезде адамдар банк карталарын, құжаттарды, фотолар мен хаттарды онлайн түрде сақтайды. Егер бұл ақпараттар қорғалмаса, ол бөтен адамдардың қолына түсіп зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан киберқауіпсіздік жеке және қоғамдық қауіпсіздіктің кепілі. Жалпы бізде кибер ұрлықтың түрлері фишинг жалған хаттар арқылы тұлғаның жеке ақпараттарын білу, вирустар құрылғыға орнатылып деректерді жою немесе ұрлау түрі, хакерлік шабуыл және customer support needs to be on its A game. Without our customers, we have no company. Жалпы бізде сақтану жолдары күшті құпия сөз қолдану, антивирус және брандмауэр орнату, қос сатылы аутентификация, деректерді резервті көшіру болып табылады. Жалпы күшті құпия сөз қолдану ол әртүрлі әріптер, сандар мен таңбалардан тұратын күрделі пароль жасау. Құпия сөзіңіз кемінде 8 таңбадан тұру керек, әріптер, сандар мен арнайы белгілер болу керек. Бірдей құпия сөзді әртүрлі сайттарда қолданбау керек және оны үнемі өзгертіп отыру керек. Екінші, вирустар мен зиянды бағдарламалардан қорғайды. Үшінші, бізде бұл сіздің есептік жазбаңызға тек құпия сөзбен емес, биометриялық деректер арқылы ғана кіруге мүмкіндік береді. Ал деректерді резервті көшіру, маңызды файлдарыңызды, фотоларыңызды және құжаттарыңызды үнемі сыртқы дискке немесе бұлтты сақтау жүйесіне көшіріп отыру керек. Вирус құрылғы істен шығуы немесе шабуыл кезінде ақпаратты оңай қалпына келтіруге көмектеседі. Жалпы бізде Қазақстан бойынша статистика, Қазақстанда кибер қылмыстардың саны соңғы жылдары айтарлықтай өсті. Мысалы, 2018 жылы 517 оқиға тіркелсе, 2022 жылы бұл көрсеткіш 20,5 мыңға жетті, яғни 40 есе артты. Осы кезеңде интернет алаяқтар азаматтарға 22 миллиард теңгеден астам залал келтірді. Қазақстанда кибер шабуылдар саны бойынша әлемде 7-ші орында тұр. Ал 2023 жылдың қыркүйек айының соңына қарай ел кибер шабуылдарға бейім елдер тізімінде 7-ші орынға ие болды. Бұл жағдайлар азаматтардың қаржылық қауіпсіздігіне айтарлықтай қауіп төндіреді. Сондықтан әрбір интернет қолданушысы өз деректерін қорғау үшін сақтық шараларын қабылдауы қажет. Ал бізде келесі әлемдік статистика бойынша 40 миллиард Visa компаниясы 2023 жылы 80 миллион жалған транзакцияны анықтап, осындай көлемде қаржыны қорғады. 12,5 триллион 2023 жылы әлемдік киберқылмыс шығындары осындай деңгейге жетті. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 2 миллиардқа көп. Бұл сома инвестициялық алаяқтық пен бизнес электрондық почта алаяқтығы сияқты қылмыстардан келтірген залалдарды қамтиды. 1,1 миллиард 2023 жылы жаһандық киберқылмыскерлердің талап еткен төлемдері осындай деңгейге жетті. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 2 есе көп. 4,399 кибер шабуылдың нәтижесінде алынған.
Қорытындылай келе бізде киберқылмыс қазіргі таңда әлемдік қауымдастық үшін маңызды мәселеге айналды. Әлемде киберқылмыстың саны мен оның салдарынан келтірілген залал жыл сайын артып келеді. 2023 жылы әлем бойынша киберқылмыстардың шығындары 12,5 триллионды құрады. Бұл осы салаға инвестиция салу мен күрес шараларының қажет екенін айғақтайды. Қазақстанда бұл үрдістен тысқары емес. Елімізде киберқылмыс оқиғалары айтарлықтай өсті. Ең көп таралған киберқылмыстарға фишинг, скам және телефондық алаяқтық жатады. Бұл қылмыстар қаржылық залалға ғана емес, азаматтардың психологиялық қауіпсіздігіне де әсер етеді. Сол себепті әрбір интернет қолданушысының өз деректерін қорғау үшін қауіпсіздік шараларын қабылдауы маңызды.